Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ассалаумағалейкум барша дремлеге сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін, қолдауларыңызды аямаңыздар. Және де WhatsApp группама кірсеңіздер болады, сілтемесін описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Бүгін енді біз Бразилия ұлттық құрамасында карьерамызды жалғастыратын боламыз. Достар, екінші шығарылым. Өткен шығарылымда сіздер 134 лайк санын жинаған екенсіздер. Давайте осы видеодан 150 лайк санын жинап потологын қойып тастайық. Келесі шығарылым тезірек шығаруға сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Олай болса мен көп созбай бастайын, кеттік онда. Ордасын талай сайлаған сарсы маурын аяқ құмын кең дастархан жайнаған ағалары елдің ой аман бол келді беде бой жаршада жеңгелерімде бар еді отадайда көздер ойнаған қарша бұқтай бұралған маржандай тістер құралған мырза қайнамай келді деп қалай бедің үстімде шығады алмаған құмардан жырлашыда қайнымай дегенде талайда жирене жырлады ғай әзілді де тобай кегінен әзілдеуші едік ой кеңдемен ал інілерімде бар еді сүгір ағамай келді деп ат шаптырып айғайлап тарқатқанда менің даңқымды мәжілісте байтаға еліне көңілі де құрғырай мастанып бір жүре беріп бір жігіттер адайдың да берген желіне қайнаға келді дегенде реңінде қалай көрем деп алыстан да тұрып болжаған құрамында көптің сайлаған қиылыпта талай сыйлаған қыздарымда бар еді шай құйып та беріп атамның бәдихасын алам деп саусақтарың майысқан қабырға сай қайысқан алтыда қанатай ағырда біздерде кеттік аман бол айырылып та қалып барасың біз сияқтай күнінде шабызыда жүріп арыстан